Тирмизиден жеткен риуаятта былай делінеді. Бәну Сулаймнен бір кісі Алла елшісінің сахабаларынан бір тобына кездесті. Әлгі кісінің өздерімен бірге алған малдары бар еді. Әлгі топқа келіп сәлем берді. Бірақ олар бұл кісі сендерден аман қалу үшін осылай сәлем беріп тұр деп оны өлтіріп малдарын айдап әкетті. Әлгі малдарды айдап отырып Алла елшісіне келді. Олардың жасаған қылықтарына байланысты уахи түсті. Ибн Аббас былай дейді. Расулалла саллаллаху ғалайхи уа саллям әзірет Миқдатқа, біреу кәпірлердің арасында жүріп иманын жасырады. Сен қарсы келген кезде, иманын білдіріп қойса, өлтіріп қойма. Бұл өлімнен құтылу үшін мүмін сияқты көрінді деп өлтіретін болсаң, ауыр күнә арқалайсың. Себебі Меккеде сен де бір кездері иманыңды жасырып жүрген едің ғой. Түсіндірме. Соңғы 3 риуаят уа, иман еткендер. Алла жолында жорыққа шыққандарыңда әрбір жағдайдың байыбына баруға тырысыңдар, яғни кімнің мүмін, кімнің кәпір екенін анықтаңдар, әр нәрсеге жіті қарап, әр мәселенің қыр-сырына әбден қанығыңдар. Өздеріне бейбітшілік тілеп, мұсылманша сәлем бергенге дүние тіршілігінің өткінші игілігіне, олжаға қызығып, сен мүмін емессің деп айтпаңдар. Біліп қойыңдар, Алланың дәргейінде мол әрі сан алуан олжалар бар. Бұрынырақта өздеріңде сондай, яғни исламнан, иманнан бейхабар едіңдер. Алла сендерді көптеген нығметке, соның ішінде иман нығметіне бөледі. Ендеше, алдарыңнан шыққан, әрбір жағдайдың байыбына бармай тұрып, әрекет етпеңдер. Шүбәсіз, Алла не істеп, не қойып жүргендеріңнен толық хабардар деген аяттың түсуіне себеп болған хадистерді баян еткен. Сондай-ақ келген деректер арасында әр түрлілікте жоқ емес. Тіпті мал иесін өлтірген кісінің аты жөніне байланысты да әр түрлі нұсқалар айтылады. Риуаятта Усама ибн Зайд, Мухалим ибн Жассама, Миқдат ибн ал-Әсуат деп айтылса, кейбір деректерде мүлде есімі айтылмайды. Миқдатқа қатысты риуаяттарда Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм араларында Миқдатта болған бір жасақты жорыққа аттандырады. Миқдатқа бұлай ескерту жасайды. Иманын айналасындағы кәпірлерден жасырып жүрген мүміндерге кездесуің мүмкін. Ол иманын саған айқын білдірген сәтте өлтіретін болсан, үлкен қателік жасайсың. Себебі бұрын сен де Меккеде иманыңды жасырып жүрген едің. Жорыққа барған жерлерінде кейбір риуаяттар Батнул Идам атты жер болғанын айтады. Адамдар жан-жаққа бытырап қашады. Тек қана үйір-үйір мал айдап жүрген кісі ғана қашпай, малының жанында қала береді. Ол кәлима шахадатты айтып, мұсылман болғанын білдірсе де, Миқдат оны өлтіреді. Мәдинаға келген кезде оқиға айна қатесіз Алла елшісіне білдіріледі. Расулалла Миқдатты шақырып алып, сен лә иләха иллаллах деген адамды өлтірдің бе? Ертең лә иләха иллаллахтың есебін қалай бересің? Деп ашуланады. Сол кезде жоғарыдағы аят түсірілген. Өлтірген кісінің Жассама ибн Әсуад екенін айтқан риуаятта Жассаманың тәубе ету үшін Алла елшісіне келген кезінде, сен үшін кешірім жоқ дегені, әрі оның көз жасын көл қылып ол. Жерден кеткеннен кейін 7 күннен кейін қайтыс болғаны айтылады. Оны жерлейін деп жатқанда, жер қабылдамай бірнеше мәрте сыртқа шығарып тастайды. Бұл жағдай Расулаллаға айтылғанда, жер бұл бауырымыздан әлдеқайда жаман істер жасағандарды қабыл еткен. Оны қабылдамауының себебі, ла иләха иллаллах сөзінің салмағын сендерге білдіру үшін Алла тағаланың бұйырғаны дейді. Содан соң оның денесін таудағы бір құзға тастап, үстіне тас лақтырып жауып тастаған. Ибн Аббас үзірлі болмаса да қол қусырып үйлерінде отырған мүміндер мен малында, жанында аямай Алла жолында күресіп жүрген мүміндер тең емес. Алла малында, жанында қиып, хақ жолда күресіп жүрген мүміндерді қол қусырып қарап отырған мүміндерге қарағанда дәреже жағынан артық әрі жоғары етті. Негізінен, Алла 2 топқа да игілік мекені жаннатты уәде етті. Әйтсе де, Алла күрескерлерді қол қусырып қарап отырғандарға қарағанда әлдеқайда артық көріп, зор сый-сияпатқа бөледі деген аятты Бәдір шайқасына қатысқандарға қарата айтып, Бәдір шайқасына бармай үйлерінде отырғандар мен шайқасқа қатысқандар бір дәрежеде емес. Тирмизидің риуаятында мына қосымша бар. Бәдір жорығы болған кезде, Абдулла ибн Жахш пен ибн Үммі Мактум келіп, «Уа, Алланың елшісі, біз зағип жандармыз. Бізге рұқсат бар ма?» дейді. Сол кезде мына аят түсірілді. Үзірлі болмаса да қол қусырып үйлерінде отырған мүміндер мен малын да, жанында аямай Алла жолында күресіп жүрген мүміндер тең емес. Алла малында, жанында қиып, хақ жолда күресіп жүрген
Мүміндерді қол қусырып қарап отырған мүміндерге қарағанда дәреже жағынан артық әрі жоғары етті. Негізінен, Алла екі топқа да игілік мекені жаннатты уәде етті. Әйтсе де, Алла күрескерлерді қол қусырып қарап отырғандарға қарағанда әлдеқайда артық кәріп, зор сый-сияпатқа бөледі. Сондай-ақ, әрбір күрескерге сіңірген еңбегі мен ниетіне қарай, өз тарапынан жоғары шендер мен мәртебелер беріп, ерекше кешірім мен мейірімге бөледі. Алла өте кешірімді, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. Бәрі былай дейді: үзірлі болмаса да қол қусырып үйлерінде отырған мүміндер мен малында, жанында аямай Алла жолында күресіп жүрген мүміндер тең емес. Деген аят түсірілген кезде Алла елшісі Зәйдті шақырды. Зәйд әлгі аятты жазып алуға келді. Сол кезде Ибн Мактум көздерінің соқыр екенін айтып үзір сұрай бастады. Сол кезде аяттың жалғасы белгілі бір өзірі барлар жайында айтылды. Үзірлі болмаса да қол қусырып үйлерінде отырған мүміндер мен малында, жанында аямай Алла жолында күресіп жүрген мүміндер тең емес. Түсіндірме. Бұл хадис жихадқа жаны мен малын аямай қатысқандар мен оған бармай үйде отырған мүміндердің араларындағы айырмашылықты білдіріп, жихадқа қатысуға ынталандыру мақсатында түскен аятта үзірлі болмаса да деген сөздің қандай жағдайда айтылғандығын баян етеді. Амр ибн Умму Мактум. Аяттың осындай мағынаны қамти түсуіне себеп болған Амр Алла елшісінің Әзірет Біләлдан кейінгі азаншысы болатын. Ғалымдар ол кісінің толық аты жөніне байланысты әртүрлі пікірлер айтқан. Абдулла дегендер де болған. Жоғарыдағы риуаяттан да байқағанымыздай, оның дінге деген ықыласы өте жоғары деңгейде болған. Абаса сүресінің түсуіне де осы кісі себеп болған. Бір күні Алла елшісі Құрайштың атқамінерлерінің бір тобына бәлкім исламды қабылдап қалар деген ниетпен әңгімелесіп отырғанда, Амр ибн Умму Мактум біреудің жетелеуімен Алла елшісіне жақындап: «Уа, Алланың елшісі, маған Құран оқыт, Алланың саған үйреткендерінен маған да үйретші» дейді. Алла елшісі оңтайлы уақытта келмей деп осындай сәтте келіп тұрғандықтан, оған Рабиғаның екі ұлы Утба мен Шайба, Әбу Жахил, әлі мұсылман бола қоймаған Аббас ибн Абдул-Мутталиб, Умайя ибн Халаф, Уалид ибн Муғира сынды ағай мен сығайлар отырған отырыстың шырқы бұзылмасын деп мүлде назар аудармайды. Алайда Алла елшісінің бұл ісіне байланысты Абаса сүресінің аяттары түседі. Тыжырынып, теріс айналды. Қасына бір зағип кісі келген үшін сөйтті: «Сен қайдан білесің, бәлкім ол күнәдан арылар, я болмаса Алланың сөзіне құлақ асып, ақыл алар, сөйтіп айтылған ақылдың оған пайдасы тиер. Ал байлығы мен атақ абыройына сеніп, илахи нұсқауды қажетсінбейтінге келсек, сен оның исламды қабылдауын қалап, оған ерекше ықылас қойып көңіл бөлесің. Сен оның күпірліктен, жамандық атаулыдан арылғысы келмегеніне жауапты емессің. Сенің міндетің оған ақиқатты жеткізіп, жөн сілтеу ғана. Ал жаныңа еміне ентелеп келген, һәм де Алладан шын именген күйде, еміне ентелеп келген жанға келсек, сен оған тиісінше көңіл бөлмейсің». Осы аяттардан соң Алла елшісі Амр ибн Умму Мактуммен кездесіп қалса әрдайым: «Раббымның мені айыптауына себеп болған сүйікті досым, қалай деп амандасатын. Амрдың анасы Умму Мактумның есімі Атика бинт Абдулла әл-Махзумия болатын. Әкесі Қайс мүміндердің анасы болған. Хадиша анамыздың нағашысы еді. Ибн Умму Мактум Мәдинаға алғаш хижрет жасағандардың қатарында болғаны, Дәрул Қурада қонақ болғандығын риуаяттардан білеміз. Бәдір шайқасынан аз уақыт өткеннен кейін хижрет жасағанын айтқандар да бар. Алла елшісі Мәдинадан басқа жаққа сапарға шықса, орнына соны қалдырып кететін. Ол осы міндетті 3 мәрте атқарған. Қадисия шайқасында ту көтеруші болып қатысып, сол шайқаста қаза тапқан. Алайда кейбір риуаяттарда Қадисиядан қайтып келіп, Мәдинада көз жұмғаны айтылады. Әтбағу табиғиндердің бірі Мұхаммед ибн Абдурахман былай дейді: Абдулла ибн Зубайрдың халифалығы кезінде шамдықтарға қарсы жіберіліп жатқанда Мәдина халқынан әскер жасағы құрыла бастады. Мен осы әскер қатарына алындым. Сол кезде жинақталды. Ибн Аббас кезінде азат еткен Икримамен ұшырасып қалып, оған мән-жайды баяндадым. Ол әлгі жорыққа қатысуыма қатты қарсы шықты. Содан соң былай деді: Ибн Аббас маған былай деген болатын: мұсылмандардың бір тобы Расулалла саллаллаху алейхи уассалам кезінде мүшриктермен бірге жүріп, солардың санын көбейтетін. Мүшриктерге атылған оқ кейде сол мұсылмандарға тиіп көз жұматын. Қылыш тиіп өлгендер де болды.
Сол кезде Алла тағала, өлім періштелері, мүміндермен бірге хижрет етуге шамалары жете тұра мүшриктердің арасында қалып, Аллаға серік қосып, өз-өздеріне қиянат жасағандардың жанын аларда, қандай іспен шұғылдандыңдар? Деп сұрағанда олар, біз бұл жерде, діннің талаптарын орындай алмаған мүшриктерден, қысым көрген бейшара жандар едік дейді. Сонда періштелер, әйтсе де, Алланың жері кең емес пе еді? Қоныс аударам десеңдер, сен дерге қой деген кім бар? Деп айтады. Міне ондайлардың түбінде барып паналайтын жері жаһаннам болады. Ол қандай жаман жер, қандай жаман орын еді деген аятын түсірді. Түсіндірме. Осы жердегі түсу себебі айтылған аят мүміндерге хижрет жасауға әмір етілген ең маңызды аяттардың бірі. Мүшриктердің арасында қалып, олардың санын көбейту, осылайша олардың көп болып көрінуіне себеп болудың өзі үлкен жауапкершілік. Ибн Аббастың басқа кітаптарда егжей-тегжейлі баян еткеніне қарайтын болсақ, Расулалланың хижретінен кейін Меккеде исламға кіргендер болған. Алайда олар хижрет жасағылары келмеді. Меккеде өмір сүрулері үшін мұсылман екендіктерін жасырып жүретін. Бәдір шайқасында мүшриктер оларды да шайқасқа қатысуға мәжбүр етті. Шайқаста біразы оқ тиіп, қылыш шауып қаза тапты. Мұсылмандар осы өлгендер үшін бұлар мүміндер мәжбүрліктен соғысқа қатысты. Оларға дұға жасап, Алладан кешірім сұрайық десті. Сол кезде жоғарыда келтірілген аят түсті. Бұл аятты Мәдинадағы мұсылмандар Меккеде қалғандарға жазып, ол жерде қалу үзір емес екенін білдірген. Сол кезде олар Меккені тәрк етті. Осы жайттардан хабардар болған мүшриктер жолда кетіп бара жатқандарды қуып жетіп, әртүрлі азап көрсетті. Сол кезде мына аяттар түсірілді. Кей адамдар Аллаға иман еттік деуде, алайда Алла жолында қысым көріп, жапа шексе, адамдардан көрген қысым мен озбырлықты Алланың азабындай көреді, иманын сатып, діннен безуде. Ал керісінше, саған Раббыңнан қандайда бір медет келсе, расында біз сендермен бірге едік деп айтады. Алла адамдардың көкірегінің түбінде не жатқанын бәрінен де жақсы жіберді. Меккедегілер осыған қатты налып, жақсылықтардан біледі емес пе? Мұсылмандар осы аятты да оларға жазып үміт үзе бастады. Сол кезде мына аят түсірілді. Сонымен қатар иман еткен үшін жазықсыз жапа шегіп, қысым көргеннен соң Алла үшін хижрет еткен, содан кейін Алла жолында қасық қана қалғанша күрескен, аянбай еңбек еткен әрі басқа түскен қиыншылықтарға сабырлылық танытқан жандарға Раббын өзі жар болады. Содан кейін Раббың олардың осынау игі істерінің қарымын оларға күнәларын кешіріп, мейіріміне бөлу арқылы сөзсіз қайтарады. Өйткені ол өте кешірімді, ерекше мейірімді. Мәдинадағылар осы аятты қайтадан оларға жазып, Алла сендерге құтылудың жолын көрсетеді деді. Олар қайтадан Меккеден шығуға мүмкіндік тапты. Мүшриктер оларды тағы да жолдан ұстап алғанда, қақтығыстар орын алып, біразы қашып құтылды, біразы қайтыс болды. Ибн Аббас ал егер жауын шашынның кесірінен әуре сарсаңға түсетін болсаңдар немесе сырқаттанып қалсаңдар, намазға тұрғанда қару-жарақтарыңды қойып қойғандарың үшін күнә арқаламайсыңдар. Сонда да сауысқандай сақ болыңдар. Шүбәсіз, Алла кәпірлерді қорқылатын азап әзірлеп қойды деген аят Абдурахман ибн Ауфқа байланысты, ол жараланып жатқан кезде түсті деген. Түсіндірме. Жоғарыда жартысы жазылған аят өте көлемді әрі қауіп төніп тұрған кезінде қалай намаз оқу керектігіне байланысты мәселелер айтылған. Яғни, соғыс секілді оқиғалар орын алып жатқанда намаз оқудың тәртібін баяндайды. Жоғарыдағы риуаятта келтірілген аяттың бір бөлігі хауф намазы кезінде қару арқалап жүрудің керектігінде білдірген. Ғалымдар шариғат рұқсат еткен кейбір жағдайлардан басқа кезде қауіп төнгенде оқылатын, намаз кезінде қару арқалап жүрудің уәжіп екенін айтқан. Аятта тіпті соғыс жүріп жатқан кездің өзінде намазды қалдырмау керек екенін айтып, намаздың Алла құзырында қаншалықты маңызды құлшылық екенін білдірген. Яғла ибн Умайя былай дейді. Омар ибн Әл-Хаттабтан мына аятта, мүміндер сапарға, әсіресе жорыққа шығып иенку жер шалғандарында күпірлік қылғандардың қастық істеуінен, тұтқиылдан шабуыл жасауынан қорықсаңдар, намазды қысқартып оқығандарың үшін күнә арқаламайсыңдар. Шүбәсіз, кәпірлер сендерге анық дұшпан, сондықтан ойламаған жерден сендерге қастық істеулері бек мүмкін деп тұр. Ал қазір халықтың басына ешбір қауіп төніп тұрған жоқ. Соған қарамастан сапар кезінде намазды қысқартып оқимыз ба? Деп сұрадым. Ол былай жауап берді. Сен сияқты мен де осы аят жөнінде Алла елшісінен сұраған едім.
Маған ол кісі былай деді: намаздың қысқартылуы Алланың сендерге берген бір садақасы. Раббыларыңның садақасын қабыл етіңдер. Түсіндірме. Жоғарыдағы риуаят жолаушылық кезінде намаздың қалай болатынын баяндаған. Аятта сапар кезінде намазды қысқартуға рұқсат етілген. Бұл рұқсаттың жолаушылық кезінде туындайтын қиындықтардың себебінен берілгендігін айтқан ғалымдар, қиындық тудырмайтын кездері қысқартудың қажеті шамалы деген. Сахабалар қысқартамыз ба, жоқ па деген екі түрлі ойдың ортасында қалғандықтан Алла елшісінен барып сұраған. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлем сапар кезінде намазды қысқартудың себебі машақат, ауыртпалықтар емес екенін айтқан. Олай болса, барлық шариғи үкімдерде белгілі бір себеп бар, сондай-ақ хикмет пен жақсылық бар. Себеп Алланың бұйрығы мен тыйымы. Хикмет пен жақсылық көзіміз көріп жүрген дүниедегі жақсылықтар. Осылардың әрқайсысын дұрыс зерделей алмаған адам себеп пен жақсылықты шатастырып, қате үкім шығарып алуы мүмкін.